Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін Орео пирогының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы пирогтың рецептісін мен ақылы мастер-класстан сатып алған болатынмын. Қыздар, сіздер де осы менің каналымдағы түрлі пирогтарды дайындап, тапсырыс қабылдасаңыздар болады. Бұл пирогтың дәмі кәдімгі Орео печеньесі секілді өте дәмді, себебі начинкасына Орео печеньесінің өзі қосылады. Ендеше пирогты дайындап бастайық. Ең әуелі бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға қант қосамыз және жақсылап миксерлейміз. Негізінде пирогқа қанттың орнына қант ұнтағын қоссаңыз, пирогыңыз өте нәзік болып шығады, бірақ дәмінде ешқандай да айырмашылық болмайды. Қантпен де қант ұнтағымен де пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Мен қант қосқаннан кейін біраз шамамен 3-4 минуттай миксерледім. Сары майдың түсі ағара бастаған кезде бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап барлығын біркелкі етіп, араластырып, миксерлеп шықтым. Енді бірыңғай құрғақ заттарды қосамыз. Жүгері, крахмалы, қопсытқыш және какао, соңында ұн қосамыз. Міндетті түрде жүгері крахмалы болуы қажет, картофельді крахмал жарамайды. Енді бізге миксер қажет емес, бұл жолы қолымызбен жақсылап барлығын біріктіріп араластыратын боламыз. Басында сізге қамырыңыз құрғақ болып бірікпей жатқан секілді көрінуі мүмкін. Ешқандай да артық май, жұмыртқа қосып қажет емес. Шамамен 2-3 минут араластырсаңыз, осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы қамырды өзімнің ыңғайыма қарай ұзыншалау етіп елеп алдым. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөлемін. Бір бөлігі, үлкендеу бөлігі астыңғы бөлігі, біздің бәлішіміздің кішірек бөлігі үстіңгі бөлігі. Үстіңгі бөлігіне де бөліп алған қамырды да ұзыншалау етіп еледім де, өзіме ыңғайлы болу үшін тағы да оны 2-ге бөлдім. Осылай жасап қойсаңыз, сіздің қамырыңыз мұздатқышта тез қататын болады. Енді қапшыққа салып, мұздатқышқа шамамен 1 сағатқа салып қоятын боламыз. Енді формамызға жаңағы бәлішіміздің астыңғы бөлігін салып жазып шығатын боламыз. Мендегі 22 диаметрлік форма, 24-26 диаметрлік формаға да жасасаңыз болады. Біздің қамырымыз дәл сондай диаметрлік формаларға дейін жеткілікті. Барынша жан-жағын жақсылап тегістеп, жұқалап етіп салып шықсаңыз, піскен кезде пирогыңыз әдемі болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай құрғақ сүзбеге 2 жұмыртқа, қант және қаймақ қосамыз да, барлығын жақсылап шаншқымен немесе блендермен езіп араластырып аламыз. Біздің сүзбемізде артық үлкен түйір-түйір бөліктері қалмауы керек. Мінекей сүзбенің түйір-түйір жерлерін шаншқымен жақсылап езіп шықтым. Енді бізге Орео печеньелері қажет болады. Осы Орео печеньелерін қапшыққа салып, оқтаумен үстінен басып езіп шығатын боламын. Тым қатты ұсақтап езіп те қажет емес, жай ғана 3-4 рет үстінен басып шықсаңыз болды. Енді осы Орео печеньелерін жаңағы сүзбелі салмамыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Егер Орео печеньелерін тым қатты езіп жіберсеңіз де, біздің бәлішімізде көрінбей қалатын болады. Осымен біздің бәлішіміздің салмасы толығымен дайын болды. Енді жаңағы формаға дайындап қойған қамырдың ішіне бір тегіс қылып осы сүзбелі салманы салып шығатын боламыз. Жақсылап бетін тегістейміз. Енді жаңағы мұздатқышқа салып қойған қамырымызды үккіштен өткізе отырып, біздің бәлішіміздің үстіне сеуіп шығатын боламыз. Мінекей видеодағыдай бәліштің артық ашық жерлерін қалдырмай, жаңағы қамырды үккіштен өткізіп шықтық. Енді міндетті түрде алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскен пирогты толықтай суытып, бірақ формасынан шешіп, әрі қарай дәмін тата берсеңіз болады. Осымен біздің Орео пирогымыз дайын. Қыздар, сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі шынымен де өте дәмді. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.